Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сілтемені Google-дың бастапқы бетіне сақтауды үйренеміз. Ол үшін мына WhatsApp-қа келген кіру сілтемесін копировать дейміз. Копировать адрес ссылки. Сосын жаңа бетке келеміз де мына жерге қоямыз. Егер бұл жер бос болмаса, артық вкладкаларды өшіріп тастаңыз. Ол үшін мынау керек емес вкладканың үстінен басып, үш нүктеге келгенде удалить дейміз. Міне, удалить. Енді новый ярлык деген жерге басып, атауын жазамыз. Дидактика дейік. URL деген жерге, мына жерге жаңағы копировать еткен сілтемемізді вставить деп қоямыз. Готово. Міне сақталды. Енді бұл үнемі осы жерде сақтаулы тұрады. Сіз Google-да ашасыз, дидактиканың үстінен басасыз, логин пароліңізді енгізіп кіре бересіз. Егер сізде бұл жерде сақтайтын мүмкіндік болмаса, яғни мынау новый ярлык деген жазу болмаса, онда жоғарыдағы мынау лентаға сақтаймыз. Егер бұл жер бос болмаса, мынау тінтуірмен көрсетіп тұрған жерде бос орын болмаса, артығын өшіріп тастаңыз. Өшіру үшін керек емес сілтеменің үстіне келеміз де, тінтуірдің оң жағын басып, удалить дейміз. Енді бос орын бар, қайтадан WhatsApp-қа ораламыз. Мына сілтемені тінтуірдің сол жағымен ұстаймыз. Сол жақпен, мышканың сол жағымен ұстап аламыз. Міне көрдіңіз ба, алынды. Осыны осылай жібермей, новая вкладка деген жерге барсақ, ол автоматты түрде ауысып кетеді вкладка. Бет ауысады. Міне WhatsApp-қа барсақ, WhatsApp-қа барады. Новая вкладка деген жерге келсек, осы жерге келеді. Мышканы әлі жібермейміз. Осы лентаның үстіне келген кезде ғана жібереміз. Міне ол осы жерге сақталып қалады сілтеме. Енді Google-да ашқан кезде, мынаның бәрін жауып тастайық. Google-да ашқан кезде жоғарыда сізде сілтеме сақтаулы тұрады. Соның үстінен басып, логин пароліңізді енгізіп кіресіз.